Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін таңғы асқа өте дәмді панкейки дайындайтын боламыз. Алдымен айранға ас содасын қосып, оны 5 минутқа қалдырамыз. Бөлек ыдыста 2 жұмыртқаға қант және ванилинді қосып араластырамыз. Кейін айранды қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Екі ас қасық сұйық май қосамыз. Електен өткізілген ұн мен қопсытқышты бөлек ыдыста араластырып, оны сұйық массаға 2-3 бөлікпен қосамыз. Масса дәл осындай болу керек, сұйық та қою да емес. Кейін оны қызып тұрған құрғақ табада осылай домалақ форма шығарып, екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Осылай домалақтап барлығын пісіріп шығамыз. Кейін оны өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлеп, дастарханға ұсынуға болады. Бұл өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.